Ассалаумағалейкум баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгінгі сабағымыз мінекей PSR 550 Yamaha. Осы Yamahaға біз стильді қалай жазамыз? Сол туралы болады. Басқа YouTube каналдарынан, басқа жерлерден қарап отырсақ, орысша, ағылшынша жүріп жатады. Бүгінгі сабақ тек қана қазақша. Енді былай сөздер кетіп қалуы мүмкін. Енді күнделікті қолданып жүрген сөздер болғандықтан кнопка, стиль, анау-мынау деген сөздер кетіп қалуы мүмкін. Оған кешірім сұраймын. Бірақ сабақты қазақша жүргізуге тырысамын. Қазақ тілді көрермендерімізге. Ол үшін ең бірінші біз мына функция дейтін кнопканы басамыз. Функция F1, F1 мультипад деген жазу тұр. Содан мына минусты басамыз. Мына цифрлардың үстінде yes, no деп тұр. Біз no-ды басамыз, минусты. F5 шықты, utility. Содан кейін мына next деген кнопканы басамыз. Next-ті бастық. Utility метроном. Тағы да next-ті басамыз. Метроном off деген жазу тұр. Соны біз мына плюсті басып, метроном онға қойдық. Енді осыдан біз шығып кетеміз функциядан. Шығып кетеміз де, енді запись жазатын мына қызыл кнопканы басамыз, рекордты. Мінекей, жанды. Рек меню стиль дейді. Одан кейін мына next-ті басамыз. Next-ті бастық. Одан кейін мына yes, no, no-ды басамыз. Міне, user стиль 115, user стиль 114, user стиль 113. Бізде 3 банкі бос, соның қайсына жазғыңыз келеді, соны таңдайсыңыз. Мен user стиль 113-ті таңдап отырмын. Мінекей. Енді next-ті басамыз. Rec records. Стиль rec records деген жазу шығып тұр. Тағы да next-ті басамыз. Мінекей. Mine A. A банкі, B банкі бар. Біз мына A банкіні таңдаймыз. Мына жерде жазылып тұр. Mine A деп. Тағы да next-ті басамыз. Track RHM деген жазу шықты. Ол бізде бас бочка. Тағы да next-ті басамыз. Мінекей. Бізде уже запись жасауға дайын. Біз жаңа метрономды қостық ең бірінші функциядан. Ол мінекей. Біз мынаумен оны метроном тоқтата тұрып, бізде қай жерде бас бочка, соны тауып алуымыз керек. Міне, ля, си, до. Үшеуінде бізде бас бочка бар екен. Мінекей. Мен осы бас бочканы таңдайын. Оның алдында, мінекей, клавишті қатты бассақ, дауыс қатты шығады. Жай бассақ, жай шығатын кнопка тұр. Оны мынаумен айырып тастаймыз. Мінекей, мына жерде дөңгелек жанып тұр. Мына кнопканы басқан кезде, мынаны 1, 2, 3 үстіндегі кнопканы басқан кезде мынаны сөнеді. Енді міне, клавишті қалай бассаңыз да бір дауыс шығып тұр. Метрономды қосамыз мына жерден. Sync start. Мінекей. Сосын біздер мына жерде такты нешеге дейін айналатын біліп алуымызға болады. 2, 1, 2. Біз тек қана бас бочканы сонда 8 рет ұруымыз керек болады екен. Мінекей. Бізде записке дайын тұр. Мен бас бочканы ұрам. Счет беріп тұр метроном. Міне. Енді hi-hat. Осы бас бочканың үстіне жазып тастауға болады. Біз енді осы жазғанымызды түзетуіміз керек. Бакпен кейін шығамыз. Бакпен кейін шықтық. Track RHM. Тағы да шығамыз. Тағы да шығамыз. 3 рет басып шығамыз. Сосын плюсті басамыз. Rec edit. Енді next пен осы editке кіреміз. Quantize. Бұл түзетеді жазғанымызды. Quantize'ге тағы да next пен кіреміз. Mine A.
тағы да кіреміз. RHM, мінекей, мына жазған трегімізді біз түзетуіміз керек енді. Тағы да next пен кіреміз. 1/4. Біз енді оған размер таңдаймыз. 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16. Мен 1/16 мен түзетем қазір. Тағы да next басамыз. Quantize, окей. Плюсті басып, біз келісім береміз. Мінекей, комплект. Енді бұл түзеткен функциядан біз шығып кетуіміз керек. Бакпен 1 рет басамыз, 2 рет басамыз, 3 рет басамыз. Мінекей, quantize шығып тұр. 4-ші рет тағы да басамыз. Сонда rec edit деген шықты. Rec editті біз қайтадан рекордқа қоямыз. Мен минусты басып қойдым. Енді қайтадан next'ті басамыз. Main A, RHM, track RHM. Енді плюсті басамыз. Ол енді малый барабан дейді ғой, рабочий. Бұлай етқанда. Тағы да next'ті басамыз. Біз енді рабочий барабанды жазуға дайындаламыз. Ол рабочий барабанымыз қай жерде? Соны тауып алуымыз керек. Міне, мына клавиште мінекей. Мына екеуінде рабочий бар. Мынаны жіберіп қоюға болады енді. Түгел айналдырып отырып, рабочий барабанды үстінен басып жіберуге болады. Енді әркім өзінше жазады. Мен осылай сіздерге тек қана көрсетіп жатырмын. Мына рабочий жазғаным менің түзу болды, түзу түсті, мен оны түзетпеймін. Енді біз бас гитар жазуымыз керек. Бакпен кейін шығамыз. Трек RHS тұр. Мына плюспен. Плюсті 1 рет бассаңыз, мінекей, басқа шықты. Бас гитары. Next пен кіреміз. Біз бас гитарды таңдап алуымыз керек енді. Мына жерде бас гитарымыз неше мысалы? 0.94 дейді. Ол үшін таңдау үшін мына voice мынаны басамыз. 0.94. Осыдан бас гитарымыз таңдап аламыз. Инструментті, аккордтарды жазғанда тек қана додан жазамыз. Бір, екі. Мына миксер деген кнопканы басып, дауысын азайтуға болады. Қатты болып тұр қазір дауысы. Мінекей, бас гитардың дауысын мен азайтып жатырмын. Так, енді бакпен кейін шығамыз. Біз бас гитарымызды түзетуіміз керек. Бакты 1 рет бастым, бакты 2-ші рет бастым, бакты 3-ші рет бастым. Рекорд деген шықты. Плюсті бастым, rec edit. Rec editке біз кіруіміз керек. Next'ті басамыз, quantize. Next'ті басамыз, main A. Тағы да next'ті басамыз, RHM. Бұл бізде мына бас почка жазған трек. Біз плюспен ауысамыз. Бастың звугына келгенше. Міне, бас шықты. Тағы да next'ті басамыз. 1/16 мен мына тректі түзеткенім тұр. Сол 1/16 мен басты да солмен түзетем. Окей. Плюсті басам. Комплект. Енді мен кейін шығам. 1, 2, 3, 4 рет басты мына бакты. Rec edit'те тұр. Рекордқа мен қайтадан кірем. Минусты бастым. Рекорд. Next'ті басам. Main A. Енді біз бас гитарда тұрмыз. Одан біз енді аккорд жазу үшін бұлай қарай шығуымыз керек. Мінекей. CD1 деген шықты. Трек CD1. Тағы да Next'ті басып қоямыз. Енді бұған біз пиано жазуымызға болады, гитара жазуымызға болады.
Мен пианомен жаза беремін. Мен тек сіздерге көрсету үшін жасап отырмын. Ал сіз қандай инструмент таңдағыңыз келеді, қандай аспап таңдағыңыз келеді, мына кнопканы басып, сізге гитара керек па? Мінекей мынаумен айналдырып таба берсеңіз болады. Мысалы, міне. Мен осы звукпен жазып көрсете қойын сіздерге. Мынаны жіберіп қоям. Мен дұрыс баспадым, мына миді бастым. Біз негізі мына додан жазуымыз керек. Мен мына алдыма камераны қойып отырғаннан кейін, мына жерде стойка бар камераның, маған бұл кедергі жасап тұр. Жаңағы миден жазған звукты мен қайтадан кетіруім керек. Сондықтан бак, тағы да бак, тағы да бак, рекорд, минусты басам, плюсты басам, эдитке кірем, тағы плюсты басам, clear дегенде тауып алам да, манағы майн аға кірем. Енді біз түгел кетірмейміз. РХМ, РХС, бас, CD1. Осы CD1-ді бір тректі кетіреміз тек қана. Окей, міне кетті. Мен оны додан қайтадан жазам. Бакты басам 1, 2, 3, 4, минусты басам, рекорд, қайтадан next'ті басам, қайтадан next'ті басам, CD1-де тұр ол. Мінекей, next'ті бастым. Записке дайын тұр. Мен пианомен жаза берем. Маған енді мына стойка сәл мешать етіп тұр. Мына кнопканы басып, микшерді басып, мен дауысын азайтамын. Енді бакты басам, 1, 2, 3, рекордқа қайтып келдік. Плюсті басам, edit. Мінекей, clear'да тұр, clear'дан біз одан шығып кетеміз. Name, quantize дегенге барамыз да, next'ті басамыз. Next'ті бастық, mine A, бас тұр, біз плюсті басып, CD1-ге барамыз. CD1-ді де 1:16 мен түзетеміз. Тағы да next'ті басамыз. Окей деді, келісеміз. Окей. Мінекей. Енді біз осы звукты жаздық деп ойлайықшы. Енді осыдан біз шығып кетуіміз керек, сақтауымыз керек осы жазғанымызды. Сондықтан мына exit дегенді басамыз. Exit, save to user style. Сақтайсың ба дейді. Иә дейміз. Плюсті басамыз, келісеміз. User style, save, тағы да плюс. Плюс емес. Next'ті басамыз. Біз мынаны user style-ді банкіге сақтап жатырмыз. Мына next'ті басамыз. Are you sure? Yes дейміз. Жоқ, next. Енді плюсті басамыз. Біз жаңағы жазғанымызды тыңдап көрейік. Енді стильді басамыз да, user стиль. Мінекей, user стиль A. Енді біз мына метрономды өшіріп тұстауымыз керек. Функцияға барамыз. Utility F5 тұр. Next'ті басамыз. Метроном тағы да басамыз. On деп тұр. Оны минусты басып off дейміз. Мына exitпен шығып кетеміз. Мінекей.
Так. Бұл жазған уақытымыз енді 15 минут уақыттарыңызды алады екенмін, достар. Кімге аз да болса бір көмегіміз тиіп жатса, мен қуаныштымын. Баршаңыз ән салып жүре беріңіздер деймін.